Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі телесабағына қош келдіңдер. Сендердің қолдарыңдағы қазақ тілі оқулығы сендерді және сендердің сыныптастарыңды жаңа әрі қызықты ақпараттармен таныстырады. Бүгін біз сендермен жанды табиғат бөліміндегі тіл және сөйлеу тақырыбын өтеміз. Бүгін сендер сабақта интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды қолданып сөйлеуді, мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтауды үйренесіңдер. Балалар, сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сөйлеу не үшін қажет? Қалай ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, балалар. Сөйлеу адамның ойын, пікірін, сезімін білдіру үшін қажет. Сендердің жауаптарың менікіне ұқсас болды ма? Балалар, сөйлеу не арқылы жүзеге асырады? Сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады екен. Тіл арқылы біз сөйлесеміз, хабар береміз, пікірлесеміз, білмегенімізді сұраймыз және кеңеседі екенбіз. Жарайсыңдар, балалар. Біз өз ойымызды қимыл, ым-ишара арқылы да білдіре алады екенбіз. Олай болса, суретке назар аударайық. Балалар, мына суреттерге қарай отырып бізге не айтқысы келіп тұрғанын біле аламыз ба? Қанекей, бірге көрейік. Бірінші суретте бізге не айтып тұр? Тыныш деп тұр. Екінші суретте бәрі керемет деп айтып тұр екен. Үшінші суретте мен білмеймін деп айтып тұр. Балалар, олай болса, біз қимыл, ым-ишара арқылы да өз ойымызды білдіре аламыз. Балалар, қазір біз сендермен аудиожазбаны тыңдаймыз. Мұқият тыңдаңдар. Естіген құстардың үні арқылы қандай құстар екенін ажырата алдыңдар ма? Оны білу үшін келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда бізге не беріліп тұр? Дұрыс айтасыңдар, өлең беріліп тұр. Балалар, өлеңді оқығанда мәнерлеп, дауыс ырғағына мән беріп оқуды естен шығармаңдар. Өлеңді мұқият тыңдайық. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді, қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыр жұмай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне. Ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Тұрсын елеусіз ұлы. Балалар, енді осы өлеңге тақырып қойып көрейікші? Қандай тақырып қоятын едіңдер? Балалар, керемет нұсқалар болғанына сенемін. Менің нұсқам сөйлейтін құстар. Кімнің жауабы менікімен сәйкес келді екен? Балалар, енді өлең бойынша бізге тапсырма берілген екен. Өлең мазмұны бойынша кейіпкер мен сөздерді сәйкестендірейік. Мұнда бізге торғай берілген екен. Бөдене және қаз. Балалар, өлеңдегі баланың есімі кім болды? Ақтан болды. Дұрыс айтасыңдар. Қанекей, орындайық. Балалар, енді жауаптарымызды бірге тексерейік. Торғай тіл қатты. Бөдене жұмбақ шешті. Қаз әнге басты. Ақтан мәз болды. Жарайсыңдар, балалар. Сендердің жауаптарыңда дәл осындай екеніне сенемін. Балалар, енді менің сұрағым бар. Ақтан неге мәз болды? Иә, дұрыс айтасыңдар. Құстардың сөйлейтініне мәз болды. Шынында құстар сөйлей алады ма? Балалар, олай болса, өзіміздің жауабымызды келесі тапсырмадан іздейік. Мәтінді тыңда. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып, белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді.
Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Балалар, сұрағымызға оралайық. Шынында құстар сөйлей алады ма? Жоқ, сөйлей алмайды екен, бірақ олар үн шығарып белгі береді екен. Осы мәтіндегі хайуанат сөзіне мән берейік. Хайуанат сөзінің қалай жазылатын естеріңде сақтаңдар. Балалар, және хайуанат сөзін тағы қандай сөзбен ауыстыруға болады? Дұрыс айтасыңдар, жануар деп атай аламыз. Балалар, мәтініміздегі соңғы екі сөйлемді қайта бірге оқиықшы. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Балалар, енді осы екі сөйлемге сұрақ қойып көрейікші. Қанеки, жауабымызды бірге тексерейік. Сөйлеу кімдерге тән? Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді? Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Жарайсыңдар балалар, сендердің сұрақтарында менікіне ұқсас болды деп ойлаймын. Балалар, сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандыңдар? Балалар, сөйлеудің қандай түрлері бар еді? Есімізге түсірейікші. Сөйлеудің ауызша және жазбаша түрі бар. Олай болса, сұраққа жауап бергенде біз қай түрін қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, ауызша сөйлеу түрін қолданамыз. Балалар, суреттерге мұқият қараңдар. Сөйлеудің түрлеріне ажыратайық. Балалар, сендердің дұрыс тапқандарыңа сенемін. Бірінші сурет ауызша сөйлеу түрі. Екінші суретте хабарламаны біз жазбаша сөйлеу түріне жатқызамыз. Жарайсыңдар. Адамдар өмірде, күнделікті тіршілікте тек сөйлесу арқылы ғана емес, олар кейде шартты белгілермен де бір-бірімен оңай түсініседі. Шартты белгілерді пайдалану адамдар арасындағы қарым-қатынас жасаудың бір амалы. Сөйлесуші тараптар сан түрлі ишарамен дене мүшелерінің, оның ішінде иек, бас, қол, қас, қабақ, көз, ерінмен кейде бірнеше дене мүшесінің қатарынан қимылға түсуімен ойларын жеткізе алады. Вербалды емес амалдар арқылы алуан түрлі ақпарат алуға болады. Мен ишараттар адамның бет жүзіндегі өзгерістер оның көңіл күйін білдіреді. Адамның мінезін байқатады. Тілдесуші адамға деген көзқарасын жеткізеді. Мысалы, жұдырық тию сесті, көз қысу ішкі сезімді, бас шайқау істің орындалмағанын білдіреді. Ғалымдар вербалды емес амалдар жеткізетін ақпараттардың шынайылығы басым екенін дәлелдеп жүр. Балалар, өлеңді мәнерлеп оқиық. Атам мені қуантты, маған берді құлақты, жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым, маған берді тіл үшін, шешен бол деу мұнысы. Балалар, енді осы өлең негізінде сұрақтарға жауап берейік. Атасы немересіне құлақты не үшін берді? Берілген жауаптардан дұрысын таңдайық. Жақсы сөзді тыңдасын деп, жақсы сөзді оқысын деп, жақсы сөзді айтсын деп, жақсы сөзді жазсын деп. Дұрыс жауабы жақсы сөзді тыңдасын деп. Шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым. Дұрыс жауабы айтылым әрекетіне қатысты. Балалар, енді ойын ойнайық. Ойынның атауы өз үйшігіне кіргіз. Бізге 2 үйшік берілген. Сөздерді өз үйшігіне орналастыру керек. Жазылым сөзі 2-ші үйшікте. Айтылым, тыңдалым, оқылым сөздері 1-ші үйшікке орналасады. Балалар, бүгінгі сабақта біз мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтадық. Интонация, ишара,
қимылды қолданып сөйледік. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.